Сәлем баршаңызға, сіздерге Анабель деп аталатын ұнсыз тортты ұсынатын боламын. Толық нұсқа видеоның астында жазылған. Өте жұмсақ болып шығады, сіздер де жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті қаймақ, қант, какао, моногруппа, сода және бір жұмыртқа. Ыдысымызға қантымызды, какаомызды, қаймағымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Жақсылап араласып болғаннан кейін жұмыртқамызды және содамызды салып, біркелкі болғанша тағы да араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін моногруппамызды біртіндеп отыра араластырып біріктіреміз. Осылайша тортымыздың салмасы дайын болды. Формамызды дайындап, пергаментіне қағазымызды жайып, мен 24-тік форма қолдандым. Бетін тегістеп, алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Тортымыз піскенше үстіне құятын шоколадымызды дайындап, піскеннен кейін үстіне құйып әсемдейміз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шықты. Ас болсын, сау болыңыздар.